мен де ет пен сүйектен жаралған өздеріңіз сияқты адаммын, пендемін. Ұйықтаған кезде ұйқы жоқ. Түн ұйқыңды 4 бөліп, сағат 3-те бір күш оятады сені. Сөйтіп таң атқанша Каспий Голдтың паролін күйеуіме айтайын ба, айтпайын ба деп отырасың ғой. Кеше ғана фотоға түсіп, тауар тасып жүрген, ақша санап жүрген адам едің. Бүгін аласың да, сен басқа адамсың. Қасиет қазір көп адамда ашылып жатыр. Мен айтам, ақыр заман болса жердің астына кетіп кір жуасыңдар ма, не істейсіңдер деп күлгенім есімде қалған. Біз осындай жағдайда өмірден өтеміз. Біздің өміріміз біреуге сабақ болады. Қайырлы күн YouTube көрермендері, сіздермен бірге Айгүл Нұртай және Жанат Бақыт. Бұл Жан Жиханы подкасты. Сіздермен бірге енді жиі эфирге шығып тұратын боламыз. Қазақ аудиториясының рухани көзін ашу мақсатында біз осылай шешім қабылдадық. Енді Жанатты таныстырудың өзі артық деп ойлаймын. Жанат, өздеріңіз білесіздер, қазақ телеарнасының жүргізушісі, қазақ телевидениесінің жүргізушісі, дизайнер, бизнес-вумен ғана емес, қазіргі таңда еліміздің рухани көзін ашуда үлкен еңбек етіп жүрген қазақ қыздарының бірі. Өткен жылдың наурыз айында Жанат Инстаграм парақшасында тікелей эфирге шығып, осы қазіргі болып жатқан табиғи апаттар жайлы және көптеген елімізде болатын өзгерістер жайлы айтқан болатын. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазір еліміздің біраз өңірлерін су алып жатыр. Алматыда бірнеше рет қатты жер сілкіністері болды, бірақ жоғарғы күштердің арқасында ешбір үй қираған жоқ, адамдар дін аман. Десек те, бүгін осы тақырып төңірегінде Жанатпен тереңірек сөйлессек деген ниетіміз бар. Жанат, алғашқы сұрақты өзіңе қоямыз. Енді өткен жылғы айтылған дүниелер қаншалықты байланысты қазіргі болып жатқан жағдайлармен? Енді тікелей байланысты. Бүгін эфирге шығатын кезде ойланып келдім. Адамдар түсіну үшін тақырыпты неден бастайым, қалай бастайым деп. Былтыр эфирде енді өзімнің Инстаграм парақшам, адамдар түсіне ма, түсінбей ма, сөзін шыны керек, қандай ақпарат келді және не көрдік, соны ашық айта беретінмін. Оны қабылдаған адамдар бар, бірақ 90% қабылдай алмады. Қазақстанда шум болғаны сол. Бірақ қазір сол қабылдай алмаған адамдар сол кездегі ақпараттың растығына көздері жетіп жатыр, қайталап сұрауда. Жалпы не көрсетіп еді деп. Сіздерге түсінікті болу үшін басынан бастайын, мен де ет пен сүйектен жаралған өздеріңіз сияқты адаммын, пендемін. Адам негізі 30 жасына дейін әлемді таниды ғой, оқиды, жалпы ненің не екенін біледі. Ал 30 жастан кейін адам өзін тануға тырысады. Осы кезде ғой адамның ізденіп, біреу дін жолына кетіп қалады, біреу жаңағы психолог болып кетеді. Психологияда не деуші еді, орта жаста кризис деп айтады ғой. Ол негізінде өзін іздеу. Себебі 30 жасқа дейін сенің таныған нәрсең, ол ары қарай қызық емес болып қалады. Сенің мына жеріңде, мына көкейіңде одан да үлкен нәрсе бар екенін түсінесің. Ал егерде сен оны ізденбей, мысалы, материалдық дүниенің артынан кететін болсаң, мына қуыс галактикадағы қара құрдым сияқты сен жұта береді. Менде тура сондай болды. Енді Айгүл өзің білесің, жаңағы телеарнада жұмыс істедік, қанша уақыт, кәсіпте де. Былайша айтқанда материалдық дүниеге мен мұқтаж болмадым, маңдай теріммен жаңағы барлығы мен қолымда болды. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе жетпейтінін түсіндім. Бір алаң мына жерімде жұтып бара жатқан, бір құрдым. Жетіспейді. Одан кейін ештеңе қызық емес. Ұйықтаған кезде ұйқы жоқ. Түн ұйқыңды 4 бөліп, сағат 3-те бір күш оятады сені. Енді ол біз жаңағы 3 әріп бірдеңе деп айтып үйренгенбіз ғой, жоқ ондай емес. Кәдімгі оянып кетем, ұйқы жоқ. Одан кейін неше түрлі ой келеді. Жүрек қысылады, мына алқымнан қысылады. Ой келеді. Мен таңға дейін өліп қалам деген. Ол қазір көп адамда болып жатыр. Панический атака дейді. Сонда
қазір ойлап отырсам менде қорқыныш болған екен. Мен былай оқып ізденіп жаңа дін жолын ізденіп өйткен емеспін. Таза жаңа жұмысымды істедім, кәсіпте жүрдім, былайша айтқанда ақша санап үйрендім деген сияқты. Сөйтіп, бірақ бейсаналы түрде мен имамдардың жаңағы тозақ деген сөзін жаттап алғам ғой. Таң атқанша ұйықтай алмаймын, осылай отырам шошайып. Сөйтем де балаларға қараймын, балалар жас. Мен қазір өліп қалсам таңға дейін мыналар жетім қалады. Әкесі қалай қарайды екен? Сөйтіп таң атқанша ана Каспий Голдтың паролін күйеуіме айтайын ба, айтпайын ба деп отырасың ғой. Енді әзіл деп айтып жатқаным, бірақ күлетіндей жағдай болған жоқ. Таң әрең атады, бірден кардиологқа жүгіресің. Кардиолог не айтады? Денсаулығың аттай дейді да шығарып салады. Одан зоппын деп эндокринологтардың табалдырығын тоздырдым. Олар да денсаулығың жақсы дейді. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы коронавирус келді, өздерің білетіндей. Жаңа ағамның кетуі, ол ізденуіме түрткі болды. Сонда оның барлығы осының алдындағы 2001-ден кейін басталды ғой, көп адамда басталды. Негізі коронавирусты жаңа көпшілік у шашты анау мынау деп айтады, олай емес. Коронавирус ол жоғарғы әлемнің кәдімгі біздің жоғарғы күштердің жоспары. Өзіңді таны, айналаны танып болдың деген белгі. Өзіңе үңіл. Сөйтіп жаңағы ізденіп жүргенде Шәкәрім Құдайберді атамыздың, Шәкәрім атаның келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам деген жыр жолдарын оқып қалдым. Сол кезде ойландым, расымен де, енді физикалық денеммен айтатын болсам, мен жанатпын, иә. Бірақ мен не үшін келдім? Бала шағам бар, анамын. Өлгеннен соң не болам деген сөз, сұраққа мен жауап іздегім келді. Расында өлгеннен соң не болады екенбіз деп. Одан кейін жаңағы киелі кітаптарды ақтара бастадым. Құранды оқи бастадым. Бірақ Құранды оққанның өзі қызық, ашқан кезде жаңағы біз рухтар туралы аз ақпарат береміз. Барлығы жанға арналған. Яғни бұл жерде жан мен рухтың арасында айырмашылық бар ғой. Екеуі бір емес. Қаншама имамнан сұрадым, нақты жауап ала алмадым. Екеуі бір деп айтады. Бірақ екеуі бір емес. Оны ар жақ түйсігіммен түсініп тұрмын да, бірақ жете алмай жатырмын мен. Өлең тыңдау қалды, тек қана өзім жүрем. 8 жылдай өзім жүрдім, жалғыз. Мен ойлайтым, кішкене өз біртүрлі адаммын деп. Өйткені көлікпен жалғыз өзім жүрем, тауарымды тасаймын, саудамын жасаймын. Бірақ таңнан кешке аудио кітап қосып қоямын. Ана кітап тыңдасам, мына жерім бір рахаттанып, толады. Қандай кітап тыңдадың? Басында мен Ошоның бүкіл кітабын тыңдадым. Ошо жаңағы осознанность деген кітаптар бар. Осознанность деген не екен өзі деп түсінген жоқпын. Өйткені бітеліп тұр ғой менде. Барлығы бітеліп тұр. Түсінбедім, түсіне алмадым. 8 рет тыңдадым. Матрицада өмір сүріп жатсың. Матрицада өмір сүріп жатырмын, иә. Бірақ өзімнің табандылығыма риза болдым, мен мақтанғаным емес, қайта-қайта тыңдадым. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы психология, логотерапия, салт дәстүр, пайғамбарлар өмірі бәрін бір мезетте оқып жатырмын. Құранды да оқып жатырмын. Бірақ мына жерде бірдеңе жетпейді маған. Сөйтіп жүргенде регрессология деген ілімді оқыдым. Регрессология ол адамның рухымен байланысу. Яғни түсінгенім, біз тек қана жан мен тән емес екенбіз. Біздің рухымыз бар екен. Рух деген орысша дух, жан деген душа, тело деген дене. Яғни бұл жерде рух пен жанды уже бөлек екенін түсіндің ғой бұл моментте? Регрессология ілімі арқылы мен түсіндім. Высший ямен байланысуларың керек деп айтады да ол жерде. Высший я не екен деп оны ұзақ зерттедім. Айналып келгенде высший ямыз біздің рухымыз екен. Ал рух деген ол жаратқаннан бөлініп шыққан, енді бәріміз нұрмыз ғой жоғарғы әлемде. Ол нұр. Сөйтеді, одан баласы сияқты бірнеше бөлшек жандары бөлініп шығады. Мына Құдайдан бөлініп шыққан рух десек, дух. Одан бөлініп шыққан кішкентай бөлшектер душалар, жан. Сол душаның бірі мінеке жанат, сол душаның бірі мінеке айгүл. Біз жер деген мынау тәжірибе жинақтайтын, сабақ алатын планетада туыламыз да, опыттан өтіп, яғни тәжірибеден өтіп, қандай кедергілер берілсе де сынбай, жасқанбай жарып өтіп,
денеміз тастағаннан кейін қайтадан өзіміздің әкеміз, яғни рухқа қосылдық болған дейін. Біз барлығын міне жинақтап алып келдік саған білімді деп, бірігіп қосылдық рухпен. Енді сөйтіп жаңағы жан, рух барлығының бөлек екенін түсіндім ғой. Сөйтіп зерттеп жүргенде біздің қасымызда сонымен қоса тәлімгерлер болатынын білдім. Тәлімгерлер деген ангел-хранитель дейді. Құранда, жаңа дінде оң жағында, сол жағында періште тұрады деп айтады ғой. Ал ол рас екен. Регрессология ілімін оқығаннан кейін өте оқиғалар өте жылдам болып кетті мен үшін. Айналдырған 3 айдың ішінде жоғарғы әлем барлық құпиясының есігін ашты, көрсетті, түсіндірді. Бұл жерде регрессология біз үшін, мені шошытып алмас үшін түсіндіретін жай құрал ретінде берілген сияқты болды. Өйткені регрессология одан кейін пайдаланған жоқпыз ол ілімді. Сөйтіп бастапқы басқалдық сияқты болды. Иә, енді маған басында бәрін ашып айтатын болса, мен енді қашып кетуім мүмкін ғой. Дайындау үшін. Бастан кеттім деуім мүмкін. Ал мені жайлап алып келді, жаңағы психологиямен, бизнеспен алып келді, логотерапиямен алып келді. И регрессологияны ашқаннан кейін бірден нәзік әлемнің есігін ашып жіберді. Және басқа регрессологтар емес, басқаша болды да менде. Адамды қабылдаймын, ол адам дельта состояние, яғни толық өшіп қалады, бірден жоғарғы әлемге өтіп кетеді де, бағанағы высший ясы келіп тұрады, немесе періштесімін деп тәлімгері келіп тұрады. Сөйтіп мені жетектейді де, бүкіл жоғарғы әлемді көрсетіп шығады. Сонда көрсетіп жатты, Құдайдан бөлініп шыққан нұр, ол біздің высший ямыз. Әр адамның Құдайы өзіне дейді ғой. Былайша айтқанда, біздің жаңағы бөлініп шыққан рухымыз, ол әр адамның өзінің Құдайы. Сөйтеді екен де, белгілі бір опытты жинақтау үшін біз жерге түскіміз келеді. Мәселен, өркөкіректік деген мінездің опытынан өтем деп жаңа бөлшек айтады. Сонда біздің анаяқтағы рухымыз айтады, жақсы, сен сол миссиямен түсесің, өркөкірек мінездің қандай болатынын өзің бойыңнан өткересің, және оны жеңуің керек. Жеңу үшін сенде таңдау еркі беріледі. Өмір сүресің, талай өмірдің сынақтары алдыңнан кездесуі мүмкін. Содан сынбай өтіп, ең соңында баланста ұстап үйреніп, маған қайтадан ораласың дейді. Жоғары жақтағы талап сондай. Бірақ жерге түскеннен кейін сенің жадың өшеді. Барлығын ақпараттан бастайсың дейді, біз жерде туыламыз. Сөйтіп барлық нәрсені көрсетіп келіп, енді сен дейді, бүкіл халыққа түсіндір осыны. Барлық адам іздену керек. Мынау шеңбердің ішіндегі тышқан құсап бір жолмен жүре бермесін. Барлық адам іздену керек. Өзінің микрокосмос екен. Құдай оның ішінде екен. Себебі жердегі адамдар Құдайды сырттан іздеп жүр. Құдайды мешіттен іздеп жүр. Құдайды шіркеуден іздеп жүр. Құдай сенің жүрегіңде екен. Адамдар түсіну керек, сен түсіндір. Өйткені алда үлкен өзгеріс болады дейді. Адамның жан тәнінде өзгеріс болады, 7 қат жерде болады, және ғаламда бүкіл планетада өзгеріс болады. Жерде болатын өзгерістерді қара, не болады деді. Ұйықтаған вулкандар, жанартаулар оянып жатыр, жан жақталып жатыр. Одан кейін Стамбулда жер сілкінісі, үйлер қирап жатыр, адамдар өліп жатыр. Саған көрсетті ғой соның бәрін. Иә. Одан кейін айналаны су алып жатыр, Антарктида еріп жатыр, және Антарктиданың астында үлкен құпияның бар екенін көрсетті. Қаншама адамның денелері сол жерде мұз болып қатып жатыр. Ол туралы ғалымдар да айтқан болатын. Бұл туралы ғалымдар да айтты. Антарктиданың осыдан бәленбай миллион жыл бұрын мынау қазіргі Таиланд сияқты тропикалық жер болғаны да айтылған. Оны да мен зерттедім. Яғни айтылып отырған ақпарат бұл рас нәрсе. Сосын айтты, адамдар енді нәзік әлемнің есігі жабық болды ғой бұрын енді. Білуге, мысалы, реинкарнация туралы айтуға болмайды. Инкарнация туралы айтуға болмайды. Тек қана жаңағы діннің аясынан шықпа деген нәрсе. Адам зерттегісі келеді, бірақ жауап жоқ. Сөйтеді, дінге барылады да тупик тіреледі. Мен осы нәрсені айтқым келді. Енді жоғарғы әлемнің есігі ашылды. Жауаптың барлығы сендердің жүректеріңде. Бұрын енді Алла біледі, Алла бұйыртпаған шығар деп біз жауапкершілікті Аллаға итереміз. Алла деп отыратын, ол Алланың миссиясы бітті деген сөз айтылған еді. Бірақ елдер қиып алды да, бұл Алла жоқ деп айтты, Құдай жоқ деп айтты деп шулатып жіберді. Бірақ ол да жоспарлы екенін түсіндім. Сағым сынған жоқ. Сөздің шыны керек, бүкіл Қазақстан қарсы шықса да, туған туысқаным қарсы шықса да,
Өйткені мен толық сеніп отырдым осының барлығына болатынына. Және мына қазір адамдар қандай паника тудырып жатыр ғой, шошып жатыр, алда не болатыны белгісіз. Өйткені табиғат апаты, табиғи апат тоқтамай жатыр. Бірінен кейін. Өткендегі күннің тұтылуы да мысалы жақсы белгі емес ол. Яғни қай жерге көрінеді, сол жерде үлкен апат болады деген сөз. Және бұл су шаю ол бер жағы дейді. Енді ол қорқытқаным емес, бұл жерде енді ешқандай ондай мақсат жоқ қорқыту. Осыны қазіргі адамдардың жағдайын мен сол кезде басымнан өткеріп жылап отырып эфирге шыққаным бар. Көп адам ұрысты, эмоцияңды ұстасаңшы деп. Бірақ эмоцияға берілетін енді мен адам емеспін. Бірақ енді ана нәрселерді көргенде көзіме жас келді, сөздің шыны керек. Ал бір жыл көлемінде енді оның бәрін біліп отырғаннан кейін ба, қазір қалыпты нәрсе сияқты, болу керек нәрсе сияқты. Себебі бұл тазалық суы тазалап жатыр жерді. Осы жерде айтып кетейін, Жанат, сөзіңді бөлем. Крайонның кітаптарында айтылады, айтылған сөздерді тікелей қабылдамаңдар дейді. Сенің де сол өткен жылғы тікелей эфирде айтылған сөздерінде сенің айтқың келгені осындай нәрселер болады. Бірақ қорықпаңыздар. Қазір халықтың көпшілігі ертеңгі күнім не болады, ақыр заман келе жатыр дегендей бір қорқынышпен, үреймен өмір сүріп жатыр. Соның үстіне ауру да қазір көбейіп жатыр. Өйткені ол энергия ғой, қорқынышта. Сен нені күтесің, соны аласың да. Сондықтан қазір сенің айтарың мысалға болып жатқан дүниені дәл сол қалпында қабылдау керек па? Жоқ әлде бұның арасынан, бұның астарын іздеу керек па? Мен түсінгенім, енді бір жыл көлемінде жоғарғы әлемнен ақпараттарды алып жүрміз ғой. Жоғарғы әлем ешқашан ақпаратты тіке айтпайды. Үлкен астары болады. Басында енді бала болдық, түсінбедік, біз өзіміз үшін де бұл шоу жаңалық болды. Алады да қасиетті аяқ асты ашып жібереді. Кеше ғана фотоға түсіп, тауар тасып жүрген, ақша санап жүрген адам едің, бүгін аласың да сен басқа адамсың. Айналам да түсінбей қалды. Сонда көрсеткен ақпараттардан мен шошыдым. Жер толықтай мысалы жоқ болып кететін, адамдардың жартысы мүлдем жоқ болып кететін картиналарды көрсетті. Басында мен осыдан да шошыдым. Кейін барып мәнін түсіндім. Жердегі адамдардың жартысының жоқ болып кетуі, жаңа қирап жатқан нәрселер, ол адамдардың ескі санасы екен, ескі матрица. Өйткені қазір массово оянып жатыр ғой халық, массово ізденуді бастады. Және сол кездегі болған шудың өзі жоспарлы түрде. Егер ол шу болмаса, адамдар білмес еді. Энергия ғой, әр сөз. Журналистердің ақпаратты бұрыс жеткізіп шулатуының өзі үлкен көмек болды, былайша айтқанда. Көп адамның оянуына. Көп адамға жетті ақпарат. Оның үстіне жоғарғы әлемдегі жоспарларын көріп күлдім. Өйткені оразаның екінші күні әдейі жоспарлы түрде шулатқан. Оразада білесіздер, 60-70 адамнан жиналып алады. Біз оразаның өзін той қылып жібергенбіз. Ал ораза дегеніміз негізінде оңашалану, рухани оянуға жаңаға мүмкіндік беріліп тұрған ай негізі. Біз оның мәнін жоғалтып алдық. Кешке дейін ұйықтаймыз, тұрғаннан кейін ауызашарға барамыз, тыңқиып тойып тамақ ішеміз, сол жерде өсек айтамыз. Біз сондай қылып жібердік. Оразаның негізгі мақсаты да негізі өзіңді көп нәрседен тыю ғой. Өзіңді нәпсіден тыю, оңаша қалу, өзіне үңілуге, тойып тамақ ішпеу деген сияқты нәрселер ғой. Біз барлығының мәнін жоғалтып алғанбыз. Сол кезде жоспарлы түрде болды. Және көптеген экстрасенстер қазір басқа ұлттың ақпаратты тікелей жеткізеді. Мен олардың ақпаратты бірден түсінгенін былай тіке біліп отырам. Мысалы өткенде айтты, 21 наурызда ойбай Алматыда осындай болды, жер сілкінісі болады, қирайды екен деген сияқты бізге көрсетті деп байбалам салып жатты. Мен оны түсініп отырдым, адамдардың санасының қирайтынын, және де қазір әлемде болып жатыр ғой, мынау судың басуының өзі енді былайша қиратып кетіп жатыр ғой. Ол соны көрсетуі мүмкін. Яғни кез келген ақпаратты тікесінен қабылдамау керек. Және мынау қасиет қазір көп адамда ашылып жатыр. Сол кісілердің құлақтарына алтын сырға бірден түсінбеңіздер. Ар жағында мәнін түсініп, халыққа қорқытпай жеткізу керек. Соңғы тікелей эфирінде жаңа дәуір туралы сөз болды. Жаңа дәуір деген не? Қазіргі болып жатқан табиғи
өзгерістердің бәрі сол жаңа дәуірмен тікелей байланысты. Жаңа дәуір деген не? Соны түсіндіріп берсең. Енді бұл туралы былтыр айтылған кезде әсіресе журналистер қауымы көп күлді. Мені портал деп айтатын. Портал ашылды ма, не болды деген сияқты мазақтайтын. Енді ол әріптестеріміз қазір түсініп жатыр ма, түсінбей жатыр ма білмеймін. Алдағы уақытта енді түсінетін шығар. Сол әріптестеріміз егер де ізденетін болса, шетелдің ақпараттарын оқитын болса, кітаптар өте көп. 1989 жылдан бастады, жоғарғы әлем дайындады. Ченнелинг дейтін беріліп жатыр ғой әлемге. Сол арқылы ақпараттар беріліп отырды. Крайонда 1989 жылдан бастап, крайон деген ол періште, адамдарға не болатынын алдын ала ақпарат беріп отырған архангел, былайша айтқанда. Олардың кітаптарын оқитын болсаңыз, сіз толықтай түсінесіз. 2012 жыл естеріңізде болса, ақыр заман келді деп бәріміз шуладық. Бірақ енді ешкім түсінген жоқ. Әйтеуір матрицадағы массаға шулайтын әдетіміз ғой. Мен есімде, мамам әйтеуір толтырып свечамен жаңағы сабын алып жатты да. Мамам, не істейсің оны десем, ақыр заман болады екен дейді. Мен айтам, ақыр заман болса жердің астына кетіп кір жуасыңдар ма, не істейсіңдер деп күлгенім есімде қалған. Сол кейін түсіндім мен сол кезде. 2012 жылы жаймен жаңа дәуір кіріп жатты. Әр дәуір 2000 жылға созылады ғой өзі. Ақпаратты келіп жатты ақырындап, иә? Иә, 2000 жылға созылады. 2000 жыл болған дейін балық дәуірі болды. Қара дәуір, матрицадағы. Адамдар шектеулі бір қараңғы бөлмеде өмір сүрген сияқты дәуірде өмір сүрдік. Ол дәуірді енді қазіргі біз тарихымыздан ақ білеміз. Тек қана соғыс қой. Жер үшін соғыс, бөліну, ұлтқа бөліну, дінге бөліну, тақ үшін соғыс, әйтеуір соғыс, патриархат кезеңі деймін мен оны. 2012 жылдан бастап уже жоғарғы әлем жердегі адамдарға болды, жарайсыңдар, қара дәуірден сынақтан өттіңдер, кедергілер енді жаймен уже жойылады, жаңа дәуір, жарық дәуір келеді деп, жердің вибрациясы жаймен көтеріле бастады негізі. 2012-ден бастап. Бірақ қазақтар ұйқыда болды, жоспарлы түрде ұйқыда болу керек болды. 2020 жылы, 21 жылдары коронавирус келген кезде жердің герці бірден көтерілді. Бірден көтерілді де, мына 7 қуат көздері жаңағы негативке толған, енді бітелген, немесе өзінің контрактысы бойынша жоғарғы әлемнің тағдыр кітабы сол жерден аяқталып тұрған адамдар контрактысын аяқтап, коронавирус кезінде массаға кетіп қалды жерден. Жаңа дәуір сол кезде толықтай кірді. Бұл ендігі кірген жаңа дәуір 20 жылға тұрақтайды. 20 жылға Плутон планетасына тұрақтайды. Бұл жаңа дәуір су құйғыш дәуірі деп аталады. Алдындағысы балық дәуірі еді ғой. Ал су құйғыш дәуірінің белгісі қандай? Қолында 2 кувшины бар. Бір құмырамен ескіні шаямын, тазалап өтем дейді. Екінші құмырамен жаңаның дәнегін себем дейді. Қазір сол болып жатыр. Яғни қорқатын ештеңе жоқ, тазалап жатыр жерді. Мына батысты алып жатқан, ол тек қана батыс емес, жан жақтың бәрінде су болады. Қазақстан ғана емес, әлемді басып жатыр. Бұл су, бұл таза су. Антарктиданың еріп жатқан су, енді айтсам қазір күледі, бірақ бізге алдында ақпарат берілгенде айтқан, Антарктиданың мұзы ерісе әлемді басып қалады деген айтылды ғой ғалымдар. Ал сендер ертең байқамай қаласыңдар оның қайда кеткенін деген. Қазір бүйтіп жаймен жан жақты таратып жатыр. Бұл су таза су. Энергетика. Иә, нені тазалап жатыр? Ескі дәуірден қалған ескі энергияларды. Анау 30-40 жылы салынған үйлерді алып кетіп жатыр. Ол үйлердің энергиясы төмен. Өйткені ол жерде ескі ойлау формасымен өмір сүрген адамдар. Адам өздігінен ол ешқашан айырылмайды. Жабысып отыра береді, әктеп қояды да, төбесінен тамшыласа бітеп қойды. Сөзін шыны керек. Ал қазір байқасаңыздар, сол ескі үйлерді алып кетіп жатыр, ештеңе етпейді, байбалам салудың қажеті жоқ. Жанның көзімен қарасаңыз, әрине күрделі, бірақ ертең күні ол жер жасыл желекке айналады. Оның асты, табиғаты да тазаланып, топырағы барлығы тазаланып жатыр. Үкімет үй салып берер, жаның заман бастысы.
ертең орнына жаңа нәрсе келеді. Өзіңде 20-30 жылғы киім кигің келмейді ғой, жаңа кигің келеді. Сол сияқты адамдарды материалдық жабысқан нәрседен, ескі санадан табиғат өзі тартып алып жатыр, былайша айтқанда. Қорқудың қажеті жоқ. Егер Құдай сондай қатыгез болатын болса, мейірімсіз болатын болса, Алматыдағы өткендегі 7 балдық жер сілкінісімен қиратып тастайтын еді. Мына спичка сияқты Алматының үйлері ол шыдас бермейтін еді. Бір адам өлген жоқ. Десек те, Жанат, осы жерде бір дүниені айта кеткен жөн. Барлығы болмаса да, сол апаттардан көз жұматын адамдар бар ғой. Олар жайлы айтып кетсек, мысалға біз айтып жатырмыз ғой, біздің айтқан сөзіміз біреулерге бір шок беруі мүмкін. Қалайша сендер осылай жайбарақат айта аласыңдар деп те. Десек те, ол адамдардың да контракт бойынша келіп тұр ғой. Мысалға біз рухымызбен жанымыз осы жерге, осы воплощениеге келмес бұрын біз осындай жағдайда өмірден өтеміз. Біздің өміріміз біреуге сабақ болады, не болмаса бір қандай да бір өзгерістің келуіне түрткі болады дейді. Мысалға, осы жайлы сен де айтып кетсең, Крайонның кітабында да бар. Біз осылай келеміз, біз кетеміз деген. Осы жайлы сен өзіңнің, сен менен гөрі өте көп жақсы білесің, өйткені сен бұл тақырыпта жүргеніне бірнеше жыл. Сол жайлы айтып кетсең. Адам, жаңа айттық қой, мынау біздің дух, рух и бірнеше частичкаға бөлінеді жан. Сөйтіп, жерге түседі, жерде туылып, біз денеміз тастағаннан кейін қайттан рухымызға ораламыз. Әр оралған сайын бір опыт жинап алып келеміз. Бір өмірде жаңағы ашуланшақтық мінезді алып келемін, бір өмірде сабырлық, бір өмірде хан болудың опытын, бір өмірде құл болудың опытын, бір өмірде бай болудың, бір өмірде құл болудың, кедей болудың, бір өмірде жаңағы көп балалы ана, бір өмірде керісінше балаң болмайды. Сондай опыттарды алып келесің. Анау біздің жоғарғы әлемдегі рухымыз толыққанды сонда толады. Шексіздік деген сол ғой. Жерге түскеннен кейін біз жадымыз өшіп қалады ғой. Ал жерде білесіздер, соблазн көп, жерде қатыгездік көп, жерде сені төменге тартып алып кететін нәрсе көп. Қызыл жасыл дүниеге тез тартылып кетесің. Өзіңнің кім екеніңді ұмытасың. 90% адам өзінің кім екенін білмейді, сөзін шыны керек. Сол кездерде біз жерге бір рет келмейміз. Ең азы 1000 рет, ең көбі 5000-6000 рет келіп кетіп жүрген жандармыз біз. Бұл реинкарнация деп аталады. Оны жаңағы бұл буддизмге кетіп қалыпты деп телудің қажеті жоқ. Ол Құранда да тұр. Құранда астарлы түрде жазған. Жаңағы рух туралы аз ақпарат береміз деп тұрған сол. Рух бәрін біледі, сол үшін оған Құранның қажеті жоқ. Ақпаратты жанға беріп тұр ғой. Ана Құранды оқығанда есіңе түсір деген нәрсе. Сөйтіп біз жадымыз өшіп, жерге 1000 рет келіп жүрген кезде кім болғанымызды білмейміз, қандай сабақтан өте алмадық білмейміз, қандай қателік жібердік білмейміз. Бір өмірде жаңағы қылмыс жасап қоюымыз мүмкін, бір өмірде қазынаның ақшасын ұрлауымыз мүмкін, бір өмірімізде жаңағыдай біреуге зиянымызды тигізуіміз мүмкін. Сөйтіп адам денесін тастаған бетте барып санасы кіреді, ой бұл мен деген тағы өте алмай қалыппын ғой мына сабақтан, қалай мен осы істі тағы да қайталадым деген нәрсемен оралады ғой. Сөйтетте біз жерге жай ғана келмейміз, үлкен жоспар құрамыз. Бүйтіп отырып жоспар құрамыз да, өткен өмірде жаңағы қазынаның ақшасын жеп қойыппын, жемқор болыппын. Және міне 3 адамды өмірін қиыппын. Ол 3 адамның рухы қасыңда отырады еще. Не деп, ана үшеуінен кешірім сұрайсың, ренжімеңдерші, мен осылай білмей қалдым, енді жерде бәріміздің жадымыз, памятіміз өшкен деп сөйтеміз да. Сосын барып бірнеше өмірдің жасаған енді күнә деп айтайықшы, түсінікті болу үшін күнәлерімізді жинақтаймыз да, енді қалай өтеуіміз керек? Оны өтуіміз керек қой енді. Ғалам әділетті ғой өйткені, ол барлық саналып тұр да ана жерде. Сөйтеміз де не беріледі ана жерде? Варианттар. Бірінші нұсқа. Катаклизм кезінде көп адаммен бірге өліп кетіп, жер ананың жеңіл болуына көмектесу.
себебі сен туатын жер жаңағы вибрациясы өте төмен, кедей кепшіктер тұратын, жаңағы енді көп қой, андай эпидемия көп, бір сол жерлер болады ғой мысалы. Сондай жерде туылып, массаға кеткен кезде жер анаға біз көмек береміз, жерді жеңілдетеміз. Екінші вариант жерге мүгедек болып келу. Мүгедек болып, кәдімгідей аяқ қолын байлаулы, сөйтіп өмірден өту, түсініп ең соңында. Немесе өміріңнің бел ортасына келгенде соқыр болып қалу, мүгедек болып қалу. Немесе өмірің бел ортасына келгенде отбасыңнан айырылып жалғыз өту деген сияқты варианттар тұрады. Сонда кейбір адамдар катаклизмде өліп кетуді таңдайды да, сол жерде туылады. Және мысалы Стамбул, Түркияда былтыр Қараманаш па, сол жерде 40 000 адам өлді ғой. Солардың рухтары мысалы келісіп келгендер, массаға сол жерде кетеміз деп. Және көп рух жастай бала күйінде өтіп кетіп, кармасын тез-тез өтіп кеткенді қалайды. Ол рухтың көзімен қарасаң, әрине түсінікті. Ал білмей, жанның, пенденің көзімен қарасаң, Құдай мейірімсіз, ғалам әділетсіз сияқты паникаға түсіп кетесің. Сондықтан, құрметті ағайын, білім керек, білу керек. Қазір деген барлығы доступны. Ешкімге жаңағы ақша төлеп, ешқандай сатып алудың қажеті жоқ. Ютубта толып тұр. Кітаптардың барлығы бұл туралы 89 жылдан бастап сіздерге жазылған аудио кітаптар тұр. Қазір қазақшалап жатыр. Айгүл де атсалысып жатыр. Крайонның жолдамалары қазақша беріліп жатыр. Крайонның жолдамаларын қазақшаладық. Тек қана уақытыңды бөл, анау болмайтын тиктоктағы негативный нәрселерге отыра бергенше құлағыңа наушник тақ, өзіңе рухани өсуіңе 1 сағат уақыт арнасаң, мына жердегі бостық толады. И мынау толған кезде сенің материалдық жағдайың да шешіледі. Барлық нәрсе үшінші көздің ашылуына әкеледі. Түйсікпен біліп отырасың. Сосын біз жерге келген кезде жалғыз келмейміз. Құдайдың мейірімділігін айтсайшы, біз енді жүрексінеміз ғой, жоғарғы әлемде әдеті. Жер десе жиырылып қалады рухтар. Қорқады бәрібір де. Ана соблазннан қорқады. Әйел бала көтеріп жүріп, жаңа аяқ асты түсік тастауы, баланың өлі туылуы, ол әйелдің кінәсі емес. Ол ана жақтағы келе жатқан жан қорқып, ойланып қалады. Мен келмей-ақ қоям-ау деймін деп. Бәрібір де қорқыныш бар. Сондықтан сіздер жерде өмір сүріп жатсыздар ма, жарайсыздар, жеңімпазсыздар. Осы қазіргідей переход кезеңінде қиындықты жарып өтіп өмір сүріп жатсыздар ма, яғни бекер келген жоқсыздар. Әрқайсыларыңыздың өздеріңіздің миссияларыңыз бар. Және біз жерге келетін кезде жаңағы айтамыз ғой, жадымыз өшеді депші. Сөйтеміз де, онда жаңағы жаратқан айтады Құдай. Онда сен қорықпа, сенің қасыңа көмекшілер жібереміз дейді. Біздің қасымызда толып, топтас өзіміз сияқты рухтар тұрады. Сонда топтас рухтың біреуіне айтамыз: мен жерге барған кезде жерде өмір сүру оңай емес, жадым өшіп тұрады, сен маған көмектес. Кармалық отбасы деген осы ғой. Ол кармалық отбасы бөлек. Үшеуің қасымда жүріңдер дейміз. Олар айтады: жақсы, сендер мені 24/7 көріп жүресіңдер, бірақ білесіңдер ғой, барғаннан кейін менің жадым өшеді. Мен сендерді көрмеймін. Мен мына әлем туралы памятімнен алып тастайды. Сендер маған белгі беріп жүріңдер дейміз да. Жаңағы 3 рух адам туылғаннан бастап қасында жетектеп жүреді. Тұсау кескен кезде кішкентай баланы ертіп аласың ғой. Сол сияқты біздің қасымызда жүреді. Оларды ангел-хранитель дейді. Біз тәлімгерлер деп айтамыз. Олар қазір өте көп. Бұрын 3-ден 7-ге дейін жүретін әр адамның қасында, қазір 100-ге дейін көбейтті. Мына переход кезінде адам тез-тез түсіну үшін. Адамдар айтып жатады ғой, көзге көрінбейді. Көретіндер де бар. Мына 3-ші көзбен көресің. Былай негізі адамдар көрмейді. Кейбір көп адам айтып жатады ғой, сағатқа қарасам бірдей сан көрсетіп тұр. 11-11, 22-22, 23-23. Ол ненің белгісі дейді ғой. Ол ненің белгісі десеңіз, міне сенің қасыңда жүрміз, сен жалғыз емессің. Сен бізге сен қалауыңды айт, жақсы сөз айт, жақсы ойла, біз соны орындаймыз, жолыңды ашамыз деген белгі. Неше түрлі белгі береді. Аспанға қарасаң, жүрек бұлтты көрсетеді, құстың қауырсына алдыңа ұшып келіп жатады. Саған керек кітап нәрсенің барлығын олар көрсетіп тұрады. Бірақ оны қабылдау бөлек та. Біз ана ескі дәуірде датавой түсіп кеткен, біз көр соқыр болып қалғанбыз ғой. Көз ашып көкірегі ояу, мына көзді айтпаймын, мына көздің өзі жабық. Ана белгіні қанша беріп тұрса да көрмейтін деңгейге жеттік. Адамдарды кінәлауға да болмайды қазір. Әбден ана төменге, дноға түсіп, енді оян деп бүйтіп жұлқылау
қиын оларға бәрібірде. Сол үшін осылай түсіндіру керек, эфирлерді көбірек айту керек. Себебі қазақтарды ұйқыда ұстап келді ғой. Не үшін ұйқыда ұстап келген, енді бөлек эфирді арнайық қазақ халқына. Иә, әрине. Жанат, осы жерде көп адамның түсінбейтін нәрсесі бар, матрица деген не? Осыны анықтап өзің қарапайым тілмен айтып кетсең. Матрица деген 3D матрица, иә? 3D матрица, қарапайым тілмен қалай сіздерге жеткізсем екен. 3D матрица жер планетасы мектеп деп алайықшы. Мектеп болды, иә? Мектеп болғанда арнайы ол жерде шарттары бар. Туыласың, туғаннан кейін жаңағы әке-шешең болады. Әке-шешең айтқанмен жүресің, балабақшаға барасың, балабақшаға барғаннан кейін мектепке баруың керек, мектепке барғаннан кейін 5-ке оқуың керек, 2-ке оқисың ба, сен көшедегі жаңағы қоқыс теруші, пол жуушы, сондай ешкім болмай қаласың деген нәрсені құяды миға, матрица уже. Сосын ешкімді өзіңді ойлама, айналаны ойла. Бәріне көмектес деген нәрсені айтады. Енді ол адамдық тұрғыда керек нәрсе, бірақ біз шегінен шығып кеткенбізді. Одан кейін сен міндетті түрде университетке түсуің керек. Университетке түспесең сен адам болмайсың дейді. Өзіміздің әке-шешеміз де айтты. Әйтеуір қандай болса да ілігіп кет, балың жетіп тұрса болды. Ол қандай мамандық, оқисың ба, саған қызық па, жүрегіңе жақын ба, ешкім сенен сұрамайды. Әйтеуір елден қалмай оқуың керек. Оқымай үйде жүрсең, сен ана үйде жексұрынсың, әке-шешеңе сыймайсың. Күйеуге шықпасаң да уақытысың. Енді оқуын бітіріп бір адам болайын деп жатсаң, сен қашан күйеуге шығасың? Дұрыстау жігіт таптың ба, дұрыстау қыз таптың ба дейді. Адамдар сасқанынан, әке-шешесінен ұялғаннан біреуге тие салады, әйтеуір біреуді ала салады, былайша айтқанда. Сөйтіп қой, мынау отбасында неше түрлі ажырасу көп болып жатқаны. Одан кейін жұмыс істеуің керек. Ел сияқты жаңағы юрист болуың керек, басқа болуың керек, бастық болуың керек. Бірақ жаңағы творческий адам болмауың керек. Домбыра тартам, күй тартам, суретпен айналсам, бимен айналсам десең, жоқ, сен адам болатын мамандыққа кірсей жұмысқа, осындай нәрсе айтады. Шаблон, күйеуге шықтың ба, бүкіл қайын жұртты ойлауың керек, төркініңді ойлауың керек, балаңды ойлауың керек. Сен жоқсың да бұл жерде. Туғаннан бастап сен жоқсың. Сен үшін ойлап қойған өмірдің жоспарын. Сен үшін барлығы жасалып қойған. Не болады, 30 жастан кейін барып адам ана тупикке тіреледі. Жақсы, сен қарызға кіріп, сөйтіп басың қатып жүрсе, әйтеуір қарызым бар, содан басым қатты дейсің ғой. Ал когда сенің жағдайың жасалып қояды, сол кезде барып жаңағы тупикке тірелсең, ең жаманы сол, маған не жетпейді деген нәрсе. Саған жетпейтіні не? Өзің жетпейсің сен. Өзіңді ізде, өзіңді таны деп тұр. 30 жасыңа дейін, 40 жасыңа дейін сен айналаны таныдың. Бір нәрсені танымадың, бір нәрсені зерттемедің, ол өзің. Өзіңді танып, өзіңді зертте деп тұр мына көкей, мына жердегі. Матрица деген сол, шаблоннан шыға алмау. Біз әлі күнге дейін сол, мысалы, қазіргі балаларды сабақ оқымайды, сабаққа қызығушылығы жоқ, немқұрайлы қарайды деп жатыр. Әрине сөйтеді. Ол қазіргі программаны біздің кеңес одағы кезіндегі әке-шешеміз оқып қойған нәрсе ғой. Одан кейін не өзгеріс болды? Балаларда мектепте барасың, тұрасың, адам болып 5-ке оқы, 5-ке оқымасаң адам болмайсың деген шаблон әлі бар. Мысалы, менің балаларым ренжіп келеді. Ана жасы енді 60-тағы апайлар жұмыс істейді ғой. Сен сабақты дұрыс оқымайсың, сен адам болмайсың деп айтады. Неге дейді да? Менің өзім қызығушылығым бар ғой, неге олар үйде айтады дейді, мысалы 5 оқитын қызым айтады. Айтқан сайын мен оқығым келмейді дейді. Қызық емес ол маған дейді да, менің өз қызығушылығым бар. Сөйткеннен кейін енді неге мұғалімдерге кішкене ескерттім, қатты қыспаққа алмаңыз. Өзім де балаларды мүлдем қыспаққа алмаймын, және оқисың ба, оқымайсың ба деп ұрыспаймын. Қызық па саған деймін, қызық дейді, оқисың ба, оқы. Ал қызық емес болса, көр өзің деймін. 3 аласың ба, 4 аласың ба, сен бәрібір менің баламсың, мен сені жақсы көремін. Сол үшін менің туғандарымда, айналамдағы адамдарды сен дұрыс емес анасың деп айтатын. Ана баланы бүйтіп оқу керек қой, жазуын жөндеу керек қой деген нәрсені жиі айтады. Даже мектептегі қызыл сызықтан шықпаудың өзі шектеу ғой. Шығып кеттің ба, бітті, катастрофа ана жерде ше. Баяғыда келіп указкамен ұратын еді ғой. Неге қызыл сызықтан шығасың деп. Сондай нәрселерді, ал балалар жаңа программамен келген еркін балалар. Бұларға бір ғана нәрсе керек, махаббат керек. Сол махаббатпен олар
әбден сусындап мына жері толған кезде бұлардың кәдімгі өзінің таңдау жасалып қойған. Былайша айтқанда жоғарғы рухтары бізден үлкендер. Сондықтан шаблонға тықпау керек. Бұл матрица 2012 жылы аяқталды. Майя календары деп айтады ғой. Қазір жүріп жатқан арпалыс қой сонда. Қазір арпалыс әр адамның ішінде болып жатыр. Ақ пен қараның күресі, ақ пен қараның шайқасы деген, ол әр адамның басында болып жатыр. Ол даже Айгүл, ол өзіңде де болады ғой, сөз шыны керек. Осылай сөйлесіп отқанда вроде бәрі түсінікті. Оқыған кезде, жазған кезде түсінікті. Таңертең ұйқыдан тұрасың, айналаға қарайсың, бұрынғыдай бәрі. 10 жыл бұрынғыдай жұмыс істеп жүр, ақша тауып жүр, шапқылап жұмысына кетіп бара жатыр. Мен не қылып жүрмін деген нәрсе. Логикадан сол жақмай. Не істеп жүрмін? Не істеп жүрмін? Мен вообще мен үйде отырмын, болмайтын нәрсені зерттеп отырмын. Рух, вообще керек па бұл дейсің да? Мынау атака сол жақ мидан қатты болады. Сол арпалыс болып жатыр қазір. Жылдар бойы біз жерге не үшін келіп кетіп жүрміз? Осы нәрселерді қалыптастыру үшін, саналы түрде есейген адам болу үшін. Еске түсіру үшін. Есейген адам болу үшін. Мысалы, қараңыз, біздің ата бабамыз батыр болған дейміз. Ал батыр, кешегі батырлар, хорошо. Райымбек батырды қазіргі уақытқа алып келіп бізбен қатар өмір сүр десе, қандай болады? Саналы түрде айырмашылық болады ғой. Шыңғыс ханның кезіндегі батырларды алып келсе, саналы түрде айырмашылық болады, жер мен көктей. Ол кезден біз өтуіміз керек болды, әлі қалыптасып жаттық. Адамзаттың санасының балаң деңгейі, орта жас деңгейі, есейген, кемелденген деңгейі болады. Ол кезеңдер орта жастағылар болды да, қазір адамзат мынандай кемелденген деңгейге шықты. Раушангүлін көз алдыңызға елестетсеңіз, Раушангүлдің астының барлығы тікен. Біз ескі дәуірлерде тікеннен өттік. Сонау оқыған тарихтағы адамдардың барлығы өзіміз ғой, сол айналып жүрген. Содан тікеннен өттік, қазір үстінде міне роза гүлі бір жарды. Біз бір жарып тұрмыз. Енді біз зерттейміз, кім болдық, не істедік жерде. Осыны зерттейтін уақыт келді. Жаңа дәуір деген сол. Жанат, бір тікелей эфирлерінің бірінде сен матриархат және патриархат дәуірлер жайлы өте қызық ақпарат айттың. Одан кейін ол тақырып жайлы асо еш жерде айтылған жоқ. Менің жеке басымның бір ізденісте жүрген кезде көзімді ең жақсы ашқан сол тақырып болды. Соны қазір тағы да бір айтып кетсең деген өтініш бар. Өйткені біз ұмытып қалдық ол дәуірді, ол біздің есімізде өшіп кетті. Қазір патриархат дәуірі аяқталып жатыр, матриархат дәуірінен бастап кезеңді айтып шықсам. Енді матриархат кезеңі туралы ақпараттарды біз енді білеміз деп ойлаймын. Мен де білетінім шет жағасы, ол ақпараттарды әзірге бізге ашпай тұр, өйткені санан көтермейді дейді. Бірақ Барбара Марсиньяктың жаңағы «Земля» деген кітабын оқитын болсаңыздар, сіздерге кеңес беремін, сол жерде анық көрсетеді. Бәрі біздің аңыздарымызда бар ғой, анау бог и богинялар көп қой. Олар қайдан деген сұрақ туындайды. Болған ба? Болған, әрине болған. Ғаламдағы өлшемдер туралы бүгінгі эфирде енді көрермен үшін ауыр болып кетеді, алдағы уақытта талқылайық. Бірақ жоғарғы әлемде барлығы көрініп тұрады ғой. Біз қараған кезде бог и богинялар болған. Олардың тарихтары алдағы уақытта ашылады және. Богинялар ең алғаш жаралған жаратылыс болған. Олардың кәдімгі мүмкіндіктері кәдімгі Құдайдың мүмкіндігімен бірдей болған. Бәрін жасай алған, бәрін творить ете алған. Сол кезеңдерде матриархат дәуірі болады, ал әйелдерге көмекке богиняларға жаңағы ер адамдарды жібереді ғой. Бірақ бұл жерде тағы да адамға тән мінез дейміз ба, көтере алмайды богинялар. Ер адамдарды кемсітеді, құл көреді. Ұл бала туылса өлтіріп көміп отырған. Бір әйелдің бәленбай күйеуі болған. Тек қана қызды ғана есептеген. Сөйтіп ол 10 мың жылға созылады. Богинялардың ол кезде матриархат дәуірі болды. Тарихта да, 5 класстың тарихында да бұл туралы қысқаша айтып кетеді. Салыстырсаңыздар болады. Матриархат дәуірі, одан кейін патриархат дәуірі.
Біздің барлығымыз сол опыттан өттік. Қазіргі адамдар жай уақытша ұмытып отырмыз. Богинялардың кезінен өттік. Сөйтіп дәуірдің циклы аяқталады. Жерде не болады? Енді жоғарғы әлемде келісім болады. Ер адамдар вообще аталық энергия дейміз ба, артта қалып қалды. Ал еркектік энергия оған жаңағы логика, сол жақ ми, ақылға салу, ойлану деген сияқты, сол жақ миды еркектік, оң жақ миды әйелдік деп айтады негізі. Мынаны дамыту керек болды да, екі жақты келісім жасалады. Біз мына жақты дамытып кеттік, енді мына жақты дамытуымыз керек, сол жақ миды. Сол үшін жерде енді патриархат үстем құрады. Ол 5000 жылға созылады. Жердегі адамдарды сол жақ миын арттыруымыз керек, оң жақ миды уақытша өшіреміз дейді. Сол үшін адамзат қалай жаралады? Оң жақ қолмен жазатын, оң жақ қолмен әрекет жасайтындай жаралады. Оң қолмен істегенде сол жақ ми дамиды. Логика барлығы дамиды. Сол жақ қол жұмыссыз қалды ғой. Мына оң жақ миды уақытша тоқтатып қойды. Сөйтіп ер мен әйелдер келіседі, жерде патриархат дәуірі үстем құрады. Әйелдер өздері келісім береді. Сендердің дамуларыңа, еркектік жаңағы патриархаттың дамуына біз көмек береміз. Қандай жағдай болса да біз көтереміз, езгісіне болсын, бірақ демеп жүреміз деп келісім береміз. 5000 жылдың көлемінде әйелдер хайуаннан сәл-сәл қадірі жоғары болды. Көлеңкесінде жүрді. Көлеңкесінде жүрді. Ол ең алғаш христиан келген кезде, христиан діні келгенде білесіздер, шіркеудегі әкелердің әйелдерді қалай өртеп, ведьма деп құдыққа тастап жатқаны. Әлі күнге дейін сондай елдер бар. Әйел жаңа бетін ашып жүрсе, сұлулық салонына барса, жазықты болады, сол жерде жазаланады, түрмеге қамалады дейтін мемлекеттер бар әлі күнге дейін. Енді арада 5000 жыл өтеді. Не болады? Бұл жерде енді энергияға эксперимент қой, адамзаттың энергиясына. Біз мысалы 5000 өмірдің 2500 өмірін еркек болып келсек, мысалы өзің 2500 өмір әйел болып келдің. Нумерологияны зерттеген кезде санның астында инь-ян деп сізде есептеп береді процентаж. Сол сіздің бойыңыздағы еркектік энергия мен әйелдік энергияның проценті. Көрдіңіз бе? Ал қазір жаңа дәуір деген не? Басындағы дәуірде матриархат дамып кетті. Одан кейін патриархат дамыды. Жаңа дәуірде екеуін аламыз да қосып, адамдар өзінің бойындағы энергияны қосып, активация жасап, жаңағы роза бір жарып, уже жүрегін жаратқанға ашады деген. Жаңа дәуірдің жалпы системасы сондай. Сөйтетті барлық адам жүрегін ашып, бәрінің бір екенін, ұлтқа, дінге жаңағы бөлінбейтін сондай санаға жеткен кезде не болады? Адамдардың қасиеті ашылады. Үшінші қуат көзі ашылады. Үшінші қасиет, үшінші көз ашылады. Сөйтетте нәзік әлемді барлығы көре алатын жағдайға жетеді. Әзірге теманы түсінбей бәрінің қасиетін ашып жіберсе, былайша айтқанда хаос басталады әлемде. Сол үшін түсінетін адамдардың ғана, санаулы адамдардың ғана ашып, халыққа бірінші түсіндіртіп отыр. Адамның санасы дайын болғанда бәріңізде ашылады, уайымдамаңыздар. Менікі қашан ашылады деп келетіндер көп. Бірақ қарап тұрасың да, ол тақырыпты пока түсініп тұрған жоқ. Дайын емес адам. Қасиетті қасіретке айналдыратынын көріп тұрасың. Өйткені полубогилардың историясында қандай қателік жіберген, қасиеттерін қасіретке айналдырып, бір-бірімен соғысқан. Осы жерде жаңа тағы бір түсіндіріп айтып кетші, полубогилар қай уақытта пайда болды, неліктен пайда болды? Енді полубогилар туралы ақпаратты бізге нақты ашып тұрған жоқ. Бірақ бір өлшемде олар бар. Бойлары 3 метрден 20 метрге дейін. Тіпті үшінші көзбен көресің ғой. Сол кезде кәдімгідей бүйтіп тұрады, ақпараттарын айтып. Біздің қателікті қайталамаңдар деп тұрады. Біздің қателіктің арқасында бір планета жарылып кетті дейді. Оны зерттесеңіздер болады. Фаэтон, Малдек деген планета бар. Марс, Венераның, жердің ортасында сондай планета болған. Қазір астероид болып қалды. Сол полубогилардың қырылысуынан ана планета жоқ болып кетеді. Егер де сендер де осылай бір-бірлеріңді бөлініп, жерге, дінге бөлініп, қырылуларыңды қоймасаңдар, біздің қателікті қайталайсыңдар, планетаны жоқ қылып жібересіңдер деп олар айтып тұрады.
Әрненің мысалы судың құдайы, оттың құдайы, желдің құдайы бар деп айтамыз ғой. Енді оны қазір мен айтсам, сіздердің саналарыңыз көтермейтін шығар. Жаймен түсінгенде барып айтамыз. Өйткені қазір су басып жатыр. Оның барлығының қасында жоғарғы құдіретті күштер жүр. Жер планетасында осы тіпті мына бөлмеде қазір біз көріп отырғанымыз 1%. 99%-ді көріп отырған жоқпыз. Мына жер қазір бос емес, мына өлшем. Әр адамның қасында да сондай. Сондықтан зерттеңіздер. Ол не екен? Жанат, енді бүгінгі сұхбатымызды соңғы сұрақпен тамамдасақ, нәзік әлемді сен қалай көресің? Менің өзіме берілген борыш, миссия дейін, нәзік әлемді көретін, қасиеті ашық адамдардың басын қосып дұрыс жолға салу. Себебі егерде мен толықтай бүкіл өлшемді көретін болсам, мен жаңағы көретін адамдарды артыма ертпеймін. Мысалы, бірақ өте жоспарлы түрде жасап қойған, журналистиканы да әдейі оқытқан сияқты маған қасыма басында құралдар беріледі деді. Мен ойлағам, айфон сияқты бір құралдар бере ме екен деп. Жоқ, құралдар деген бүкіл өлшемді көре алатын, мына көзі толық ашық, қасиетті қыздарды қасыңа толтырып береміз. Соларды топ-топпен өзің бақылап, адамдарға көмек беріп отырасың деді. Менде интуиция. Біреуімізге интуиция және информация, ақпарат түрінде. Біреуіміз жаңағы практик, не көріп отыр, соны айтады. Ал біріміз соны сарапқа салып отырамыз, жазамыз, халыққа жеткіземіз, және ана адамның тағдырын айтып береміз. Әр адам жерге түсетін кезде өзінің тағдыр кітабы болады, хроники Акаши дейді, оны да зерттесеңіздер болады. Не үшін жаңағы жанталасып жерге 5000-6000 рет келіп жанталасып жүрміз? Ескі тағдыр кітабы жабылу керек. Жаңа дәуірге өту үшін жаңа кітап беріледі жоғары әлемде. Сол үшін ғой біздің жанталасып жерге қоймай келіп жатқанымыз. Біздің бойымызда, ДНК-мызда бүкіл опыт болу керек. Оны түсіне алмай тұрсаңыз, мені былай айтайын. Айгүл, мені өзің тұрсың. Алматы аренада тұрсың дейікші ортада. Айналаңда 5000 көрермен зал бар. 5000 көрермен лық толы саған қарап отыр. Микрофонның орнында сен тұрсың. Енді ішінде 1 жастағы бала бар, айлық бала бар, хан да отыр, құл да отыр, толып отыр. Енді олар кімдер десең, сенің өткен өмірлерің, воплощенияларың жерге келгендегі. Ең соңғы точкасы болып сен қазір келіп отырсың. Не үшін 5000 адам болып кезінде келдің, қазіргі Айгүл болып келу үшін сенің ДНК-ңда ол толу керек болды, опыт. Енді қазіргі уақытта адамдарда не болып жатыр? Бүкіл өткен өмірлері өзіне қосылып жатыр. Мысалы, айттым ғой бағанағы, әкей сияқты жоғарғы әлемде рухымыз қарап тұратын дух. Душада таңдау еркі болатын. Қазір өлшем жер 3D-дан 5-ке өтіп жатыр дедік қой. Яғни бұрын аруақтар әлемі, жоғарғы әлем деп жүрген жоғарғы әлеммен жер бірікті. Біздің высший ямыз, рухымыз бізбен қосылды. Енді жаңағы көріп отқан сенің 5000 өмірің саған толық қосылып жатыр. Сол себепті адамдарда қазір эмоциональный түрде качеля болып жатқаны. Бір күн көл болып, бір күн шөл болып, таңертең бір сәтте бұрынғы өткен өмірлерінің опытын қайтадан араласып жатыр. Өте мықты скоростьпен тез өткеріп жатыр. Адам өзіне пазл болып жинақталып жатыр ғой. Себебі айтып тұр ғой, жаңа дәуір деген бағанағы розаның жоғарғы бүр жарғаны, соған шығу үшін адам толыққанды адам болып шығу керек. Есейген толыққанды адам, бүкіл опытты көрген, былайша айтқанда бүкіл тамақтың дәмін татып, әрқайсының вкусын білетін адам болып жаңа дәуірге өту керек. Сол үшін ояну үшін, түсіну үшін және өткен өмірінің бүкіл эмоцияларын проживать етіп, ДНК-сын ояту үшін өту керек. Сол себепті қазір қабылдаңыздар, адамдарға оңай емес, өйткені карма тақырыбын бөлек қозғаймыз енді. Болып жатқан оқиғалар бекер емес қой. Әркім өзінің кармасын өтеп жатыр. Ол бір, екіншіден көріп жатсыздар, жердің солнечная вспышка дейтін тоқтамай жатыр. Жердің герцесі күн санап өсуде. Кәдімгідей басымыз ауырып шыдатпай жатыр да. Самолет резко көтеріледі ғой. Сол сияқты болуда. Жер скачокпен жоғары қарай кетіп баратыр. Квантовый скачок деп жатқаны сол.
және мына болып жатқан өзгерістерді өте тез, жылдам адамдар түсініп үлгеру керек. Оны үлгере алмай жатыр. Матрицадан әлі шыға алмай жатыр. Кармасын өтеу үшін көп адам ақшамен өтеп жатыр да, карманы. Ең жеңіл жолы ақшамен өтеу. Сол үшін кредит деген ойлап табылды. Ақша жоғарғы әлем үшін энергия. Кредит қазір. Иә, мысалы 15 жыл бұрын кредит деген аз еді ғой. Қазір не үшін кредитке кіріп жатыр? Ана өткен өмірлерінің қателіктерін ақшамен өтеу үшін. Сондықтан қабылдау керек. Сен түсінген кезде ана кредитті қуанып төлейсің. Менің 12 мүшемді сау қылып, мүгедек қылмай, сол қателігімді кармамда әйтеуір ақшамен өтесем бұл жақсы ғой, рахмет деп алғыспен кредитті жабу бөлек. Туф, кредитке батырып, не үкімет жаппайды кредитімізді. Бәрі оңбаған. Құдайдың мен осындай адам болдым екен, не үшін жаралдым екен деп не қылсаң, ақшаны жапсаң, ол бөлек. Ал алғыспен сен кредитті жапсаң, ана жоғарғы источник бере береді ақшаны. Ақша сөз емес. Ол адамнан адам жаралғанда ақша проблема ма екен жоғары жаққа? Осы нәрсені айтамын. Барлығы қабылдау, барлығы түсіну айналып келгенде. Санада ғой, санада. Сананы ояту керек. Жанат, бүгінгі сұхбат өте керемет болды. Мен үшін де көп білмейтін нәрсемді түсіндім. Мен жиі айтам, білетінімнен білмейтінім көп деп. Сондықтан бүгінгі сұхбатқа үлкен рахмет. Бұл біздің бастамамыз. Мұнан әрі қарай біз бір тақырыпты алып, соның аймағында өте кең, өте ауқымды ақпарат береміз деп ойлаймын. Бұл біздің миссиямыз. Халықтың көзін ашу. Қазір түсінбей жатқан адамдар көп, басын бір оқып, аяғын оқып түсінбей жатқан адамдар көп. Сондықтан осы арадағы түсінбей жатқан ауа кеңістікті біз толтыруымыз мақсатымыз. Сонымен подкасттың бүгінгі Жан-Жихан подкасттың көрермендері бүгінгі сұхбат сіздерге ұнады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға, осы бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де қоятын сұрақтарыңыз болса, не болмаса түсінгім келеді деген тақырып аумағында қандай да бір ойларыңыз болса, міндетті түрде комментарийда қалдырыңыздар. Бізбен бірге бола беріңіздер. Құранда айтылған жаңағы махшар сәті, жаңа басын бастадық та аяғын аяқтамадық қой, ақыр заман туралы. Сосын барымтаға қарымта дейді ғой қазақ. Және құдайсыз қурайдың да сынбайтынын алдағы тақырыптарды, алдағы эфирлерде талқылайық. Одан кейін халыққа түсінікті болады деп ойлаймын. Бізбен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Айгүл, өзіңе де рахмет. Эфирде қайта көріскенше.